Армысыздар, тікелей эфирде Түркістан жаңалықтары, студияда мен Тахмина Тәліпжан. Түркістан қаласында қала әкімінің қолдауымен 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай балалық шағын бал шағын мерекелік шарасы өтті. Қаланың кішкентай тұрғындарының басын қосқан бұл мерекеге келген балаларға алдымен аквагрим жасалып, мерекелік атмосфера жасалды. Шара аясында ерекше балалардың қол өнерінен жәрмеңке өтіп, артынша цирк өнерін тамашалады. Толығырақ тілші материалында. Мерекелік шара оқушылар сарайының өнерпаздары дайындаған концерттік бағдарламамен жалғасты. Балалар мерекені сезіну үшін барынша түрлі қызықты ойындар, көңілді би және асфальтқа сурет салу кезеңдері болды. Сондай-ақ қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков балаларды мерекемен арнайы құттықтап, оларға балғын балалық шақ тіледі. Баршаңызды 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бала біздің болашағымыз, еліміздің ертеңі. Балаларымыздың зиялы күлкісі әрқайсымызды қуантады. Сол себепті осындай мерекелі күндеріміз құтты болсын. Баршаңызға 1 маусым халықаралық балалар күні құтты болсын дегім келеді. Салтанатты шарада әуезді ән, мың бұралған би балалардың көңілін көтеретін қызықты ойындарға ұласып, жеңімпаздарға түрлі сыйлықтар мен ұмытылмас ерекше көңіл күй сыйланды. Мен нөмірі 1 Зерек бала зияткерлік мектебінен осы балалар мерекесіне орай ән шырқауға келдім. Барша Қазақстан елін балаларды осы мерекемен құттықтайтын боламын. Және де бұл мереке осы кішкентай балдардың, яғни үлкендердің де кішкентайдың да мерекесі деп саналады деп ойлаймын. Және де тағы да осы балалар мерекесімен құттықтаймын. Кеш соңында балалар ашық аспан астында өрмекші адам фильмін тамашалап, демеушілер сыйлаған балмұздақтан дәм татты. Наргиза Төреқұл, Айдәулет Жауынбай, Жетет Ньюс. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында вегетациялық кезеңге дайындық тақырыбында баспасөз брифинг өтті. Брифингте қатысушылар республикалық мемлекеттік кәсіпорын Түркістан филиалының директоры баяндама жасап, мекеме тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтті. Толығырақ тілші материалында. 2024-2028 жылдарға ағын су жеткізуге бекітілген тариф бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында Шардара, Жетісай, Мақтаарал, Отырар, Арыс, Сауран, Түлкібас, Ордабасы аудандарында бірнеше рет шаруалар мен жиналыстар өткізілді. Сонымен қатар су қоймаларынан дақылдарды суару мақсатында шаруалардың сұраныстарына сәйкес ағын су босатылуда, дейді Қазыбек Қошқарбекұлы. 24 жылы филиалға қарасты су нысандары арқылы егіндік жерлердің суландыруына 3 миллиард 733 миллион текше метр су бекітілді лимит шеңбері. Оның ішінде егіндік суаруға 3 миллиард 287 миллион текше метр, экологиялық қажеттілікке 446 миллион текше метр бекітілді. Бүгінгі таңға филиалға қарасты су нысандары арқылы егіндікке суаруға жеткізіліп ағын су көлемі 871 миллион текше метрді құрап отырмыз. Мекеме тарапынан жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына келсек, 2024 жылдың жоспарында бюджеттік және тарифтік бағдарламалар бойынша 129 шақырым арналарды механикалық тазалау қаралған болса, бүгінгі таңда арналардың 302 шақырымына тазалау жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде елді мекендерді су басу қаупінің алды алынып, облыс аумағындағы егіндік алқаптарына ағын су жеткізу мүмкіндігі артты. Наргиза Төреқұл, Айдәулет Жауынбай, Жетет Ньюс. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осында, ертеңге дейін қош, амандықта көріскенше.